Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын котлеттің, яғни гречкіден жасалатын котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал ендіше бастайық. Алдымен біздің гречкімізді осылай тазалап жуып аламыз да үстіне суымызды құйып, жарты шайна ложка тұзымызды салып, орташа отқа қайнап піскенше қоятын боламыз. Енді кезекте міне осылай картопымызды салып, картопымызды да пісіріп алатын боламыз. Картопымыз бен гречкамыз піскенше бір жуа және осы сарымсақтарымызды майдалап турап аламыз. Сарымсақты үккіштен өткізсеңіздер болады, бірақ та жуамызды үккіштен өткізуге болмайды, себебі суы шығып кетуі мүмкін. Ең жақсы жолы осылай екеуінде турай салсаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай бірге турап аламыз. Достар, жуамызды турайтын кезде, яғни пиязымызды турайтын кезде өте жіңішкелеп турағанымыз абзал. Себебі біздің котлеттеріміз ажырап кетуі мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа әрі осылай майда етіп турауларыңыз керек болады. Ол бізге гречкамыз пісіріп жатқан кезде қажет. Міне осылай біздің картоптарымыз да пісіп шықты. Енді картоптарымызды осылай жақсылап езіп алатын боламыз. Жақсылап езіліп болғаннан соң картопымыз бен гречкамызды бір ыдысымызға саламыз. Міне осылай салып болғаннан соң жаңағы турап қойған жуамыз бен сарымсағымызды салып, жақсылап осылай езіп алатын боламыз. Барлығын негізі блендердің көмегімен езсеңіздер де болады, бірақ та осылай езуге де болады. Міне осылай араластырып болғаннан соң 3 жұмыртқамызды кезектестіріп саламыз да, дәміне қарай тұз, бұрыш және де дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Менде бұрыш салған кадр түспей қалыпты. Айып етпеңіздер, өздеріңіз дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды сала берсеңіздер болады. Және де дәл осылай езіп, шамамен 15-20 минут осылай езіп аламыз, толықтай езілуі тиіс болады. Міне бізді жақсылап езіп болдық. Енді осылай котлеттеріміздің формасын қолымызбен жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай қолымызға жақсы тұрып, формасын жақсы ұстайды, қолымызға жұқпайды. Осылай алдын ала електен өткізілген ұнымызға малып аламыз да, барлығын дайындап алармыз. Достар, менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, арнама қосылып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар, достар. Міне біз барлығын осындай дайындап алдық, бірін үстіне бірін қойдық. Өте көп котлет шығады, жасап көрсеңіздер болады. Енді осы дайын котлеттерімізді қызып тұрған отта, яғни қызып тұрған майда бірінен соң бірін салып, екі беті қызарғанша ғана қуырып алатын боламыз. Қатты отта қуырамыз, яғни екі беті қызарса жеткілікті, себебі біздің гречкамыз де картопымыз да пісіп қалған. Міне осылай екінші бетіне аударамыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын пісіп шықты. Осылай екі беті толықтай қызарды. Көріп тұрғандарыңыздай өз формасын ұстап үгітіліп кетпейді. Өте керемет болып піседі. Барлығын дәл осы кезекпен бірінен соң бірін салып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Осылай өте көп котлет шығады. Менде бұл 3-тен 2-сі ғана, бір бөлігін әлі пісіріп жатырмын. Керемет котлет болып шығады. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Бұл котлет бауырды котлетін жей алмайтындар, ұнамайтындарға өте қолайлы, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Арнама қосылып, менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кездескенше.